Біздің Мақсат ағаймен жүріп жатыр дейсің ғой? Құмаш кім шыға ма? Друзья, сіз мені әлі көрген жоқсыз, мен айтып ең бастаңыз. Жақсы. Может, мен балайын деп жасап қойған шығарсың. Жабалдың ба? Болмай қалса, жара бет жұмыссыз қалады. Сізді келмейді деп ойладым. Мен де былай болады деп ойлаған жоқпын. Барай. Ойбай, айналайын-ай, не болды? Ойбай, келіп қалды ғой, мынау. Бақберген келіншегін күйдіріп қойды алмас балам. Ойбай, не болды? Құдай шыдамай. Ойбай, анау Бақбергеннің келіншегін алмас күйдіріп қойды ғой. Ойбай, соған уайым деп отырмын. Жата алмайсың, қаяқтан жатам, уайым болды. Қой, киімін шешпей қой. Сасы артынан бар, сенен не болғанын хабарын айтшы маған. Ассалаумағалейкум жігіттер. Қалайсыңдар? Жігіттер, бақа сенің әйелің кеше больницаға келіп қалды деймін, больницаға түсіп қалды деймін, не болды? Не жағдай болды? Сөйлесіңізші, не болды? Досым, арамыздағы жалғыз бойдақ бүкіл проблеманы жаңағы создавать ететін адам келіп тұр. Сен, досым, жігіттер, не болды? Жағдайын сұрауға келдің ма, мен жай ғана? жағдайын сұрауға, Иә? менің әйелім күйіп қалды, сорлы. Қалай? Менің әйелім күйіп қалды, сен келсің, Қалай келіп қалды? Жақа өзің. Досым, сен не болып қалды деп тұрсың ба? Білесің ба досым? Саған жақсылық жасаймыз. Басымыз бәледен арылады ғой. Не болды? Осы уақытқа дейін сен класстардың арасында класстардың бәрі ше деген деп айтпасын деп саған серік болып жүрдім досым. Енді өлсең өліп кет досым. дұспық қателескен Өйткені мен сенің жылауыңды сенің ғана айны көзіп тұрғанда сандасын ұзарға майының қасында қалды. Ал біздің сорлы аңғалған сен мені тастап Ол мен сен білмеймін, ей! Макс, Мен сен кесірінен менің қатыным көте баса күйіп бас больницада жатыр. қалай? Мен мамам айтқан Агнешка айтқан ең кеп тұрған мен сендер жағдайларын сұрайын. Қойшы. Мен жағдайларын сұрайын. Бүкіл әлем тынышталсын. Бипа, сен бар ғой, вообще топсың. Сен өткенде мен отырғызып, неші мектептің жанындашы. Сол кезде мен сенен сұрадым ғой, жас кезімде маған тұрмысқа шығасың ба деген кезде жоқ деп сылтау айтып, ананы айтып, мынаны айтып, жоқ деп кеткен тұғынсың. Неге сол кезде Мақсаттың сүйіктісі бар ма деп сұрағанымда неге жоқ деп кетіп қалмадың сен? Салам. Қалай, Микот, жағдайың қалай? Жақсы ма? Жақсы. Ника, короче, маған ұнамайтын нәрсе бір ситуация орын алды. Короче, сол шаруаны шешу керек. Камераға доступ, короче. Осы жерден қарап, біліп, тауып, іздеп, короче, шаруаны шешетін болсай. Жақсы. Айтпақшы, Мико, мынау керек болады. Жүріп тұрсың, Жол тұрсын. Бақа досым, арақ қамар ғой менде. Жанmadan da хабар жоқ досым. Келе ма, келмей ма, бір жаққа кетіп қойшы маған досым. Кім?
Бол, досым, қазір алып барам. Білеміз, şu алып барам, досым. Şu алып барам. Закүйшіш. Ашы. Аида, ойлаш, сенің алдыңа екі жігіт келеді. Біреуінің ақшасы бар, біреуінің ақылы бар, қайсыңды таңдайсың? Не ба? Ойлаш, что ли? Конечно, ақшасы бар дейміз. И знаешь что? Анау информатикада ағай бар емес па? Ауданға бірдеңеге барамыз деп, директор жіберді ше, мені алып қашып кетті ғой. Қой сөзіміздің ауылдағы жоқ ма? Да, представляешь? И сосын, короче, не болады. Балдар төбелес атады ғой ше, сол кезде басына келеді да, қолын ұстап ше, пальтомды кигізіп үйіме шығарып салады. Қой жаңағы біздің мақсат қазақ тілін береді. Я, сол. Ема бүйтіп қолынан ұстайды да, пальтомды кигізіп үйіме апарып тастайды ма? Да, представляешь, ой, мен сондай романтик, не? Сондай романтик кірісті. Құрметті оқушылар, бүгінгі тақтадағыдай тәуелсіздік алған жылдардағы криминалистикалық оқиғалар. Бұл оқиғалар қалай өрбіді, қалай шықты? Алло. Слушай, братан, меня можешь? Я, Мико, кел. Қазақша кеттім. Хорошо. О, Айда как раз сені іздеп жүреді. Ол маған қарайды қазір директордың тапсырмасымен кетіп барады. А? Ulan bırakın. Мико, қалай? Что там, тыныштық па? Мектепті басыңа көтеріп сабақта кезінде. Evet, bırakın sen sport gittin adam bak bergen dalbayı. Senden başka biri болғанда түспей қалды, өшіп қалды деп қопалап айтады. Ахтиматский делание. Ля, Мико, қанша дейсің? Келу. Болды. Кеп салғасын машинаға. Короче, братан, сені ұрып кеткен 30 жастағы Яри такси бақа. Қазір өзен жағасында пайда болып отыр. Мама. Далбан, қара бері. Танымадың ба не? Мектептің алдында. Мен бүкіл мектептің алдында қарадым. Танымадың ба не? Директордың үйінде щегол да получается. Қалай щегол? Кәдімгі щегол. Не үшін ұрдың? Далбан, сен тойдың шырғын болсын, сол көтінді айырдың. Қандай той? Сенің ана алып кеткен, жолдың алдына алып кеткен қыз, ол Мақсат ағайдың қатыны еді. Сол күні қатын болу керек еді ол.
Қалай Айдон? Шаршатпады ма сені? Жоқ, шаршатқан жоқ. Аман есен келеміз бе? Рахмет. Бірақ неден? Ну ладно, ештеңе етпейді. Саған рахметім ретінде жүр сен үйіңе дейін жеткізіп салайын. Что там? Дайшылық бассейнде? Жүр Айдон, не қыласың мұндай жалаң аяқтармен? Что там? Айдон қазір бара тұр машинаға, иә? Не дейсің? Қалай сонда? Інім дедім. Денсаулықпен жұмыс керек болса орнынан кіреді. Жақсы сонда Айдон, кешке кездескенше. Сен неге ұрдың? Өзара әңгімеміз, өзіміздің темалар. Уайымдама. Ладно, давай. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Қош көрдік, рахмет. Қалай да, қош келдің. Рахмет. Кештеріңіз тамаша өтсін. Осы Айдон қанша жерді көрдік, қанша жерде жүрдік. Бірақ сен де дәл сүйгімді қызды кездестіремін деп. Үш ұйықтасам түсіме де кірмеді. Керемет. Осы адамда махаббат өзгереді дегенге сенбеуші едім. Бірақ бүгін сол сөздің 100% растығына көзім жетті. Біз үшін ал. О, Барс, інім даусын шығаршы. Әпше қалайсыздар? Жақсы бейбіл өзі қалайсыз? Көрінбей кетті ғой. Жақсы шүкір. Ой, сол бізден жұмысқа өздеріңіз қалайсыздар? Жақсыздар ма? Жақсы. Әпшене ой ертең туған күнде төбе бос па ертеңге тұрғанда кетейін. Бос төбе. Бля, әпше күшті музыка шығарды. Қандай не болды қойып отырмын? Төбедегі романтикалық кеш болып отыр. Қойшы, біздің мақсат не ма? Ой, жоқ, мақсат емес. Бағаға звонок қазір. Алло, Баха? Срочно кеш, кафенің алдында тұрмын мен. Ой, срочно кеш, сосын кейін түсіндіріп беремін. Ой, срочно кел, давай. Баха, давай.